Сәлем құрметті көрермен, сіздермен мен Шерәлі Инвест. Алдыңғы сабақта біз споттық сауда арқылы табыстауды көрсеткен болатынмын. Енді осы жолы мен сіздерге фьючерсті көрсетемін. Фьючерс ішіне кіріп қарап шықсаңыздар болады ма? Бұл жерде қалай табыс табылады? Қазір мен графикке кіріп көрейін, көрсетейін сіздерге. Бұл жерде бағаның көтерілуінен де және түсуінен де пайда тапсаңыздар болады. Жарайды, енді көтерілгеннен пайда тауды түсінікті. Мына жерде аласыз, мына жерде сатып жібересіз. Осы екі ортадағы арақашықтағы пайданы сіз өзіңіз аласыз. Құлағаннан қалай аласыз сонда? Құлағаннан былай болады. Сіз осы жерден алдын ала, мысалы қазір BNB деген монетаны алып тұрғы. BNB деген монетаны осы биржадан қарызға ала тұрамыз. Солай аст жаққа қарай кеткен кезде, мысалға осы жерде біз тоқтатамыз. Осы жерге келген кезде біз тоқтатып, өзіміздің қарызға алған монетамызды қайтадан қайтарып береміз. Ал осы екі ортадағы арақашықтағы пайданы біз өзімізге аламыз. Жалпы трейдинг осылай жұмыс жасайды. Long және short деп. Long дегеніміз ол жоғары, short дегеніміз ол төмен. Қазір артқа қарай кетейін. Бізде қазір фьючерсте тұрмыз. Фьючерсте дәл қазір біз сауда жасау үшін аның ішін толтыруымыз қажет. Біздің ақшамыз қазір споттық саудада тұр. Осы жаққа қарай біз фьючерске қарай өзіміздің монетамызды, USDT-мізді жібереміз. Ол үшін біз кошелекке кіреміз. Өзіміздің споттық саудада тұрған USDT-мізді перевод жасаймыз. Споттық саудадан, споттық кошелектен пополнение орнына фьючерс деген таңдаймыз. Үстінен басамыз. Фьючерс доллар арқылы істеуге фьючерс М. Осыған жіберейік. Споттық кошелектен фьючерсқа жібереміз. Енді біз монетаны таңдап алайық. Бізге USDT керек. Қанша монета, қанша доллар жіберем? $10 жіберейін. Подтвердить кнопкасын басамыз. Енді біз фьючерсқа қарай алдымен мына жердегіні көріп алайық. Фьючерсқа кірейік. Біздің жаңа $10 түсіпті. Енді фьючерсқа кіреміз. Оның USDT-міз түсті. Енді бізге бұл BNB монетасына анализ жасауымыз қажет. Үстіге кетеді, немесе астыға кетеді деп. Ол үшін графикті ашамыз. Бұл жерде свитчалар, әр свитча дәл қазір бір күндікті көрсетіп тұр. Әр свитча бір күн өмір сүреді деген сөз. Қазір мен свитчаның несін ауыстырайын. 15 минут немесе 1 сағатқа қойайын. Содан әр свитча 1 сағатта қандай не жүріп өткенін көрсетіп тұр бізге. Менің ойымша мынау қазір үст жаққа қарай кететін секілді. Былай қарай. Мен үст жаққа қарай ашам. Ол үшін қазір артқа қарай қайтайын. Үст жаққа қарай кететінді, аст жаққа кететін short деп тұр, үст жаққа қарай кететін long деп тұрмын. Осы жерде
осы жерден ауыстыра бересіздер. Мен long деп қоям. Қазіргі мен қаншадан бастап қанша теңге BNB монетасының ценасы қаншадан бастап жоғары қарай қоям деген лимит ордер ғой былайша айтқанда. 94-те 93-те 99-дан бастап long деп ашам. Немесе сіздер өздеріңіз мысалға 300-де ашам дейтін болсаңыздар, рыночный дегенге кіріп ашсаңыздар болады. Дәріңіз лимитіне рыночный ордермен аша берейін. Қай жерде тұр, сол жерден бастап ашылып кетеді. Маған дәл қазір сол қажет. Және мына жерде бір не бар. Мысалға кредитный плечо деген нәрсе бар. Менде қазір 75x деп тұр екен, мен бұны азайтайын, өйткені 75x дегеніңіз өте так 10-ға қойып қояйын. Бұл кредитный плечо, короче, сізге ақшаңызды осындай есе көбейтіп береді. Мысалы $10 қойсаңыз, 10 есе $100 есебінен қойып атқан секілді болып. Бірақ қазір мысалға мына жерде сіз аст жаққа емес үст жаққа қарай кетеді дедіңіз, бірақ аст жаққа қарай кетті, осылай. Сіздің $10 кредитный плечо $100 ғой. Бірақ сіздің өзіңіздің таза қойып атқаныңыз $10 болатын болса, сіздің ақшаңыз тез, бірінші сіздің ақшаңыз ұтылып қалады да мына жерде. Өйткені ол осы Binance-тың беріп атқан монетасын өздерінің ақшасын ұтқызғысы келмейді. Сол себепті солай ең бірінші кредитный плечоны көбейткен сайын, осылай аз кеткен сайын сіздің ақшаңыз тез риск, в общем, былайша айтқанда риск көп деген сөз. Ал үст жаққа қарай кеткен сайын, в общем, плюсқа тез көбірек көтеріп алуға болады, бірақ риск өте көп. Мен осы 10x-ке қойдым. И мына жердегі кросс и изолированное деп тұрады. Изолированное деп қоямыз, өйткені кросста мысалға қазір біз $10 емес, бір $2 қоятын болсақ, егер минусқа кететін болса, сіздің мына жердегі тұрған $10 алып кетеді. Ал изолированный қоятын болсақ, сол $2 ғана минусқа кетесіздер. Мен қазір осы жерден жоғары қарай деп ашам дедім. Мына жердегі максимум, мына жерде міне біздің қанша доллар қоятынымыз көрініп тұрады. Мен мына кнопканы былай қарай оңға қарай жылжытам, и мына жердегі баға өзгереді. Просто $1 қоя салайын. $1. И мына жерде мынандай ұғым бар айтқанда. Stop loss және take profit деген. TP деген take profit, SL деген stop loss. Бұны сіздерге былай түсіндіріп берейін. Мысалға, сіздер мына жерде сделкаға кірдіңіздер, аст жаққа қарай деп, аст жаққа қарай кетіп баратыр. Аст жаққа кетіп баратыр, бірақ үст жаққа қарай сәл шығып кететін болса, так, мына жерге мысалға SL-ді қойып қойық, stop loss-те, stop loss қойып қойық, take profit-ті мына жерге қойып қойық. Сіздер кешіріңіздер, stop loss-ты мына жерге қоямыз, take profit-ті мына жерге қойып қоямыз.
мысалға біздің кірген нүктеміз мына жер, осылай келатты и мына take profitке жетпей стоп лоссқа жоғары қарай кетіп қалатын болса, біз мысалға телефонды өшіріп қоятын болсақ та, мына жерден стоп лоссты өзі автоматически тоқтап қалады. Былайша айтқанда бұл да ордер деп айтса болады, ал егер осылай кетіп баратып осы жерге тоқтайтын болса, осы жерге жететін болса, take profit пен плюспен жабыласыздар. Осы мысалға $100 қоятын болсаңыз, мына жерде $200 дейін мына жерге жететін болса, ал егер минусқа кетіп қалатын болса, $90 өзіңізде қалады да, и $10 минусқа кететіндей етіп істеп қойға болады. Take profit и stop loss дегеніміз сол. Так, артқа қарай қайтайын. Мен қазір $1 қойдым, яғни 0.04 BNB-ді сатып алдым. Сатып аламда енді long деп жоғары қарай ашам. Long деп. Stop loss, take profit еш нәрсе қойған жоқпын. Осылай. Егер қайтадан stop loss, take profit қоятын болсаңыздар, осы жерден үстіне басып қоя берсеңіздер болады. Так, мынау stop loss-тікі, мынау take profit-тікі. Осылай. Енді біз күтеміз. Графикке кірейін. $295-ке барған кезде, так, 295-ке барған кезде take profit қойып қоя салайыншы. Мына жақтан позиция дегенге кіреміз. $295-ке барған кезде біздің пайдамыз екен міне. Просто сіздерге көрсетіп жатырмын. Ал стоп лоссты біз өзіміздің кірген ценадан аст жағына қоямыз. Аст жағы. Яғни біз қаншада кіргенбіз? 293-те 47-те кіргенбіз. Яғни 290-да 292-де деп не болайыншы. 292-де деп стоп лоссты ашып қояйын. Окей. И подтвердить кнопкасын басамыз. Подтвердить кнопкасын басайық та, успешно. Take profit и стоп лосстарымыз көрініп тұр. Осылай қойып қоя салайын. Ал мен қалған мына жердегі USDT-ді қайтадан орнына апарып қойып қояйын. Жаңағы споттық саудаға, споттық кошелегіме. Үстінен басамын. И USDT дегенде тұрады. Керісінше мынаның үстінен баса салайын, өткен керісінше фьючерстен и споттық саудаға қарай максимальный дейін. Максимальный басып, подтвердить кнопкасын басамыз. Болды, осылай. Жалпы Binance'ның ішіндегі трейдинг осы. Осылай жаңағыдай жай-жайдан көре беріңіздер.
кішкене ғана, мысалы $1 немесе 0,01 центтен ба, солай қолдарыңызды үйретіңіздер, анализ жасауды үйреніңіздер. Содан кейін өздеріңіз осылай табыс таба бересіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен Шерали Инвест. Лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпайық. Рахмет.